абыр сақтап үлкен құрмет көрсетіп отырғандарыңызға енді өздеріңіз білесіздер, жаңа өзіңіз де бір сөзіңізді айтып қалдыңыз, бұрын кішкене басқашалау еді, қазір осылай ғой деп. Өйткені біздің анау Аяш әкеміз, Аяпберген ағамыз, ол бірнеше өлеңдікте бірнеше киімдер жүрген азаматтардың бірі. Сол кісі айтатын еді, бұрын бір екі кісі болып баратын еді, қазір 5-6 кісі баратын шығарды деп. Иә, сөйтсе орны бар екен. Қазір өздерінің тілегін айта келе, мына кішкентай келін құдағай өзінің әңгімесін айтар, неге келгенін. Өйткені біреулер ойлап отыр мүмкін, апырмай бұл кісі не алып келді екен деген, ол кісінің де өзінің шаруасы бар, атқарайын деп келіп отырған, оны да айтар. Енді құда деп. Сосын ғана Мәди ағам айтқандай, қыз қалыңсыз болғанмен тойға дейсіз болмас деген. Соның барлығын шүдер әңгімеңізге тиек етіп айтсаңыз. Ал, өзіңіз енді құда деп айтыңыз. Құрметті ағайындар, құда, Бауыржан, Құдағай, сол кісілер тумалары, құдағайлар бәріңізде сіздерде. Құрметті бізді осылай шақыртқандарыңызға көп рахмет деймін. Әмин. Айтады ғой енді. Өмірдің ол заңы ғой енді, балдар табысу керек. Бағашылсын дейін балдарым. Біздікі солардың тек қуанышты күндерін көріп, қуанып жүру ата-ананың міндеті, ағайын міндеті. Енді жаңа айтқан, той қадесі болмайды дейді ғой. Құттай тыңдай. Енді кешке жаңа үлкен той ғой енді. Біздер шаруаның бәрін осы жерден шешіп берсек, қателерін деген сияқты сырға салатындарын да күтіп отқан барамын ағайындар. Той орамал том болмай жол болады, жол деген қателері, дастархан қадесі, гүл түрі дейді, шай құятын дейді. Біздер енді қалтаға салып жүрді, ыңғайсыздау болғасын. Келін өздері мәнерлеп, как положено, қазір заманына қарай алып берген ғой. Бұрынғылай тек ақшамен бүйтіп бере береді ғой. Сондықтан соны қасыңызға келді. Сосын бәрі үйлестіріп жіберсін деп тұрмыз. Қынысы бар дейді ғой. Әнеңізге жолдап жатсыз. Жаңа менің жоқ деді ғой. Рамазан ағаның бажасымын деді ғой, Жақсы, жақсы. Қайырлы құда. Сізде әңгіме. Құдағай. Мына енді құдағайлар қайырлырақ болып келеді, қазір енді жауып отыр. Құдағай енді құдағайдың ағайын тұмалары, бауырлары. Көп рахмет, аттабасында. Көп рахмет. Шаруаларымызды айтты жаңа. İnşallah zaman sakın da tutulsun inşallah. Hayatımın dediğiniz hocamın şeyini görüyoruz. Rahmetli görüyoruz. O da bir gördüğün yaptılar. O da bana bakıyor. Kadirler değil onlar. Dasarхан kadesi. 20 мың. Сондай беріңіз. Сондай Dasarхан kadesi. Қазақта Қазақта бір өлтір дегенде тағы бір ырым бар. Өлтір етсе енді 30 мың. Енді жаңа келіндер олар енді шай құйып жатыр ғой. 10 мың теңге енді. Қазір бұрын енді жарқат әдемілеп алып конвертке салып береді. Бұл жаңа енді көп рахмет енді. Мен күйеуім жеңін бейді ғой. Мен жүзден беріп едім ба? Қайнағымыз тұтқазы бар. Рахмет енді мана қарсы атқандарыңызға.
Енді мына қызығымыз жағынан болсын дейік мынаған енді. Айтқаныңыз. Иә. Біздің бағым азымға болсын. Кешке енді үлкен той ғой енді. Тойда да болады, тексер деген манағы. Қоншы жағынан болсын енді. Шәугер деп жатыр. Қолдарыңыз шегіптен кетпесін. Ысқылап Қалсын бар, сосын енді мына балды келін бар, жалғайтады ғой енді мына. Құрттай бір ауыз сөзіңізді жалғай кетейін. Қазір сылай басып қалды деп жатыр. Әйтпесе естен шығып кетеді. Жаңағы дастархан қадір жасап жатқаныңыз өте орынды. Өйткені Қадыр ағам бір отырыста Қадыр мырза деген өмірден өзі өтіп кетсе де, артындағы істеген ісі, қалдырған сөздері қазақ халқына ғасырлар бойына үлкен өнеге болады деп ойлаймын. Өйткені ол кісі орнынан отырып сөйлеп отыр екен. Соны біреу көріп қалып, бір замандасы ма, әлде бір кішкене бір құдалардың бір тентектеулері ме, мына біздің жұмаш жетеміз сияқты біреу. Неге отырып сөйлеп отырсың, саған қыз беріп отырмыз, орнынан тұрып сөйле деген ғой. Қадыр ағам жайлап орнынан көтеріліп былай деген екен дейді. Айтуың орынды ғой, бірақ қазақтың киелі ақ дастарханынан биік болғым келген жоқ. Қараңыздар, сөз тауып тұр. Шынында да қазақтың киелі дастарханына құрмет көрсету ол ерекше. Сондықтан сіздер мына бауыржан құдамыз бен Гүлшат құдағайыңыздың дастарханы әмәнда молшылыққа, кеңшілікке кім келсе де тойып беруші жайылсын деп дастарханға жасап жатқандарыңызға алғысымыз шексіз. Анау Рамазан құдаға да дұғайдыға сәлем айтыңыз құдаға екеуіне. Қала берді өлтірі деп жатсыз. Ол кісілердің де жаңа айтқан ана Капаевтардың да арғы үрімбұтағын сіздер қалай білсек, біз Есхановтар әулетінің де үрімбұтағын сіздер жақсы білесіздер. Сондықтан өмірден өткендер сол мынау алла ол кісілердің алдын өзіне, артын ұрпағына беріп, ол кісілер желеп жата берсін, кейінгі ұрпағы аман есен өсіп, бір-біріне қауышып, осылай жалғаса берсін деп, өткендердің рухына арнап өлтірі бұрын жасалынған. Міне соны да қазір тіріліп келе жатыр. Сондықтан өлтірі бір қойдың құны ғой. Оларыңызға рахмат. Сондықтан өлтірі жасап жатыр. Енді мына шай қиярды қос келінге ұсынып жатырмыз. Оны жаңағы кейінгі жас келіндер, не болмаса жас тұрмысқа шығатын қыздар тыңдай жүру керек, шығып жатқан қыз тыңдау керек. Өйткені өздеріңіз білесіздер, қазақта шаршап дымың қалмай келгенде бір шырақ шай ішсең, шаршағаныңда ұмытылады, ашуыңда тарқайды. Сонда қазақта айтқан екен, Құдай-ау барған барлық келінге дым бермесең де қабағың ашық болып бір шырақ шай бер айналайын. Сондықтан міне келіндердің қолындағы құманы түспесін, біздің көңіліміз жадырай берсін деп шай құяды қалқандарыңызға да рахмат. Көкелер аман болыңдар. Ал құдағай кішкентай құдағай сіз тыңдай беріңіз, сіздер шай олардың бәрі қазір ортаға алынады. Жастарға Айтады. Қазір тұрамыз ғой. Жақындай берсін. Көп алғысымыз кетті, керемет дастарханмен ыстық жастарыңызға риза болдық. Жүректеріңіздің жартысын беріп отырсыздар, түсінеміз, біз де бәріміз де бір үйдің үлбіретіп отырған қыз едік. 10 жыл болды солар, келін болдым. Гүлсезімде, бізде Әсемгүл деген келінім бар, екеуміз деген апалы сіңіл дейміз. Бұйырса Гүлсезімде біздің қатарға қосылып, өзіне де айтамын, ештеңеден қысылма, ештеңеден ұялма, бізбен еркін бол, біз де сен сияқтымыз деп. Енді қайнымның шашбауын көтеріп, сіздердің аяулы қыздарыңызға сырғалым атандырайын деп келіп отырмын. Сіздердің барлықтарыңызға осындай қуаныш бұйырсын дейміз. Түсініп отырмыз бәрін, қыз берген өте қиын. Рахмет сіздерге. Көңілдеріңізге рахмет. Сыйластықтарыңызға рахмет. Мен бар ғой көңілден. Кейбіреу сыққауыр өткізбейді. Енді жаңа мына жерде Мақсұт аға тамаша айтып кетті. Осы бір қаделерді осы дастарханда жасасам қалай болады деген. Бұл бір жағынан киелі қара шаңырақ есебінде саналады. Екіншіден Мақсұт құда орныңызда орынды, өйткені кештегі тойда манағы айтқан үлкен дастарханда дүз адамның алдында сіздің не айтып не қойып жатқан бергеніңіз ол көрінбейді. Ағайынға жан-жақты отырамыз бытырап. Мына жерде ең осы екі балаға шын ниетпен, шын тілектес осы кісілер. Тойға келетін дос-жаран бір күн көрсек, бір күн көрмеуіміз мүмкін. А мына кісілер барлық дастарханымыздың төрінде тұратын кісілер. Сондықтан осы жерде бергеніміз дұрыс болды. Рахмат сізге. Ал енді
Бірақ құдалардың құда деп айтқан тілегі үшін неге алып қоймасқа? Құда деп айтып жатыр. Неге ішпейміз? Одан кейін бір екі тектің реті бар, сосын үлкен іс жасаймыз. Қайбек құда, Мақсұт аға. Ал ішейік. Қолдарын көтеріңдер ал. Ол жоқ ата бар. Құдашалар, көршілер алайық. Аман құда. Егер құда. Сұлу құда. Исәте құда. Әсия құдаша. Гүлжат құдаша. Гүлжат құда. Қайда құда қайда? Гүлбарам қайда? Бәріңіз куә болып, сіздер бәріңіз куә болып, келген қонақтар, құдайы қонақ болып келіп, шаруаларын айтып, әңгіме айтқаннан кейін, сөйтсек, үлкен болашаққа жоспар құрып келген кісілер екен. Өздеріңіз жақсы білесіздер, бұл бір шаңырақ, бір мемлекет дегенді білдіреді. Сол бір екі жастың ойын жүзеге асырайын деген бағытпенен әңгіме айтып келіп, қызымыздың қолын сұрады. Біздің ата-бабаның салт дәстүрі бойынша манағыдай айтқандай, оны заранее біліп отырып қой десек те, ағайындар кішкене сыр бермей, орныменен жақсы деп бастарын иіп, құдай қонағымыз ғой, әңгімесін айтар деп. Сіздер сол әңгімеге сыйып айттыңыздар, бәрі келісті. Енді құда деген әңгіме естідік. Бәке, ұзағынан болсын. Енді өзің иә дегеннен кейін жеңгелерімен алып шықсын қызымызды. Сосын бізді қойттайшы. Жеңгесіне ұсат етеміз. Әуелі келсін. Екі жеңгесі болды. Ой, нечиш бұл? Кетке. Сәлбәсін ба. Шалымен қимайын. Қимайтын жан екенсің. Қандай асық бар келді. Лариса, қандай асық бар. Қайын көрсен. Егер иесінің бетіне ішейін. Нағасының бетіне ішіп Күнтай сәлімдер, егер үшірдіңдер. Келін сән, келе ғой бұл. Орда қоя ғой. Сырға сағатсыз құдағай. Ордыңызға барып тұра беріңіз. Айтыңыз. Ал, Күнтай тыңдай. Гүлжат. Бауыржан, Гүлжат. Келіңіз. Күнтайдың сәлем. Ал айта беріңіз. Құрметті қауымымызға құдағай, бүгін мен үшін, біздің әулетіміз үшін өте ерекше айтулы қуанышты күн. Қазақтың әсем дәстүріне сай қайнымның болашақ жарына сырға салу құрметі маған бұйыртты. Аяулы қыздарыңызға ізгі ниетпен құда түсіп, сыңғырлаған сырғасын тағып, ақ тілегімді арнауға келдім. Алтыннан сырға тағылар, алтындай таза болсын деп. Қымбатты әрі бағалы, әулетке келін болсын деп. Оң қолыммен тағайын, өзіме жақын болсын деп. Сіздердің рұқсаттарыңызбен Сырға көрсеттік. Жеңгелер, көмектесіңдер жеңгелер. Мына жерде енесі отыр. Мода бүйтіп қашып отыр, жылап отыр мен сияқты. Жылама. Бажа.
Bir емес екі қыз бересің ғой екінші қыз. Кім де қалмайды. Сабындай асық қыздарың ғой. Tağıldı kızımızdık diye. Mınау Gülşer, mına жерде кім бар? Алтынай, Сондай жолдар жеңгесіне көріндік дейді ғой сырғаның. Көріндік берейін енді. Sizin arналған тортымыз бар, сырға салу деген. Жақсы, қазір алынады. Ұмытып кеттім. Иә, бәрі алынады. Енді мына жерде қадірменді қонақтар жаңа қос келген құданың Серкеш елді, елінен екендігі, Серкеш елді мекенінің азаматтары екендігі тілге тиек етілді. Сөйтсек, енді біздің Жуан елінің азаматтары ғой. Рулары Серкеш екен. Мына Қыз жібек кинофильмін көрдіңіздер ғой бәріңізде. Махаббатқа қандай берік екендігін сөйтсек, сол Бекежан рөлін ойнаған Асанәлі Әшімов те сол кинодағы Серкеш екен. Сол Серкештерге сеніп жіберіп тұрған Рамазан аға рахмат, Рамазан құдаға. Сол жастардың махаббатын берік қылып, біздерді құда қылып отырған қызымызға үкі тағып, қызымызға сырға салып отырған қос Серкешке де рахмат деп енді әуелі бата беріп жіберейік, сосын қызымызды сосын әкелгенін құрса қалдырамыз. Ал бұл жерде біздің жақтың үлкендері, Мәдияға бар, жезелер бар. Қыздарыңызға бата беріңіздер, енді қызымыз үкілі қыз атанып жатыр, сырға тағып жатыр. кім елден? Қалай ағайын туыс, құда, жат, башаңыздың айтқан тілектеріңіз қабыл болсын. Бисмилля. Жолдарыңыз ақ болсын, тастарыңыз жоқ болсын, достарыңыз көп болсын, жамандықтарыңыз болмасын. Адымдарыңыз арынды болсын, қадамдарыңыз қарынды болсын. Отауларыңыз жақытты болсын, бастарыңыз бақытты болсын. Өмірлерің көңілді, еңбектерің өнімді болсын. Амин. Рахмет. Мен мына жерде жаңа нелеймін. Ал енді қызымыз сізге ма? Құда, қайсың құда? Екеуміз де құда. Құдалардың несін сәлемдемесін қазір алдырамыз ортаға. Сосын баққа сырқа Тыныштарайық. Құдай көрсін. Жеңгелерім шақырыңдар, екі жеңгесі. Құда деген бірінші құда, екінші құда, құда деген жоқ. Sırtındarsın, şişinde, içinde, Qataytın da. O сөйтіп босатсаң болды ғой, аш işte. Bir жағы халыққа, bir жағы үйге болады. Құда баламызға армияда. Сол бір жерге қояйық. Әлсерге ғой. Нағашы жұртына. Нағашы аяқта. Ақмаралдың алдына қойсын. Sırtını şişe koyuyorlar. O mene. Sonra yüzünü bırakıyor. Harbi.
Alınlar, bergenlerini alıp soy bölün. Не знаю, я, блин, группа, Şimdi arabalar Kendileri size katıp boşatıp iyileştirin. Блин, мы где-то слышим? Брелок. güçet sulamayın. Albine projekti merkezine kuştu bir yolu. Nerede komünist trollü? Endi qo'ytaydir saray. Mana yerda bular isteydi. Arine, hozir kuyov bilan kelib tur. Sondan kuyovni ko'rsatib vaqtda bada berikdi. So'dan keyin dasturxon jayib, bizning bilan kuyov qovurdan shu dasturxon bo'ladi. Sondan kuyov kirdi. Men jurumga yetma. Men ajelerim Жаңағы біздің Рамазан құдамен Рысқұл құдабайдың беріп жіберген мына қоржыны мына қарағанда мына басымызға бір тақия кидік. Құдаға рахмат, құдаға екеуіне. Біздің болып жатқан құдабайлардың ғазиз басын сыйлағандығы. Ал енді орамал үйлестіргені сол құдалардың қасындағы қарлары аман болсын дегені. Сондықтан елге сәлем айтыңыздар, рахмат. Онда ел мен ағайын болып жатқанымызға біз де қуаныштымыз. Ал енді жаңағы мына сыртындағы әлгі жылтырақтарды үйлестіріп жатқанымыз, ол мына әсіресе көбіне көп тіл қылатын да, сөз қылатын да әйленімді. Солардың көзі түспесін, тілі жемесін деп мына жылтырақтарды үйлестіріп тейді.
Sondan aman bolunuzlar bäriňizde. Жаматжан, Жаматжан. Тамады. Осындай бір мен бауыржан тойы 10 миллион жер болады ғой. Ya, Birey. Көшезімде жағу керек деп. Күйеу қақпадан кірелмейді. Бүгін ештеңе салмаймын. Сонда да ертең салды. Ол кемпір емес, ол кемпір емес. О биби ал жағда алып қойгенде не? Так, өздеріңізге жақсы танымал болсын, ағайын туған біздің күйеу боламыз, досы. Жаңа кіріп қалған досын айтамын, қарап, сен аманкелді баласы емессің бе? Иә дейді, мен айтып отырмын, көзді алдай алмайсың деген сол ғой. Көп я. Ал, баламызға, үлкендеріміздің бірі. Нағашысы бата берді. Құдағай болады ғой енді бізге. Иә, қызымызға құлағына сырға салып, сырға матап жатыр. Бастапқыда барған уақытта кішкене көмектесіп, баштап жүрсін деп, қуыс үйден құр шықпасын деп, сізге бір азын шоғын сыйлығымыз, иә. Осыдан мен көзіме бөлім Онда, жақсы. Құда қойыңыз, ұлықсақ сіздерге, екі құда билейміз, ал кет. Күйеу. Salman әнім қырасың, тәнім берсін сәбірім, әнімді Құтты болсын тойларың, сәтті болсын ойларың, баршаңызға бақытты, баршаңызға бақытты. Тыныштық, көттай тыныштық. Жаңа елден дәме келгендігіне көзіміз жетіп, міне абыр-дабыр болып жатырмыз. О да бір дұрыс нәрсе. Осылай у-шу болу керек, қызық болғасын. Арасында кішкене сөзге де мән беріп қойымыз керек. Сондан рахмат, міне тоқта дегенде тоқтап жатырмыз. Енді елден келген дәмге әрине алғысымыз шексіз. Шал ақынның өлеңі бар екен. Адам айдаса бармаспын, дәм айдаса қалмаспын деген. Сол дәм бұйыртып, бүгін біздер екі жақтың дәмін татып жатырмыз. Сондан Рамазан құда менен Нұрсын құдағай беріп жүрген дәмнен біз татайық, біздің дәмнен сіздер татырасыздар. Елге барғанда айтып барасыздар, дәм тұстарыңыз жарасқан, 1000 жылдық құда болсын деп келдік деп. Дәмді не үшін әкеледі? Құдай тыныштық, дәмді тек қана тірі адам ғана татады. Өмірден өткен адам дәм татпайды. Дәмді әкеледі тірілер үшін. Бірақ тіршілікте дәмсіз жарасып өтсін деп. Сондан құдаға сәлем айтасыздар. Сол дәм тұстарыңыз таусылғанша 1000 жылдық құда болып, арқа-жарқа болып, жарасып өтіңдер деді. Сондан сіздің жақтан бір адам, біздің жақтан бір адам дәмге тілек айтып, алып қоятын боламыз. Жоқ, бір ауыз тілек айтыңыз. Рамазан құда беріп жіберді, сіздер айтыңыз бір ауыз тілек. Сосын біз айтамыз бір ауыз тілек, алып қоятын. Бауыржан қайда? Құдағай Тынышталайын. Артынан алып елінің шаруамызды айтып, құда болып жатыр, құдағай шаруамыз оңғалы келді, мына ұлымызға деген өткелінге сырға тағып. Тыңдайық. Жалықтарымызды бекітіп жатыр енді. Жалықтан 1000 жылдық болсын. Аман болып сау болайық, құдалықтарым мұржылық болсын айтқан жаңағы дәм түрім жарасын деп, балдар бақытты болсын деп, екі жақтан алып қосып жатқан алтын көпіріміз деген ұзағынан болсын деп, аманды саулықта көргенде балағыздар болсын. Осы қазағымыз ұзаққа солды. Әумин айтқанымыз. Танысып жатырық, мына өзіміз ауылдар бар, сол қорылас дейміз ғой, ауылымыздан жағын мына жаңа құдағаймен танысып жатырық. Құданың апа-жерлерімен танысып жатырық алыстағы. Қалғандар өзіміздің ауыл ағайын, мана айтқан ауылдар бар, сол қорыласты танысып ғой енді бана. Қош бұздағынан болсын енді, нағаш тұрап жүрмін.
Uzanan bolsa kuaşın. Amin. Tatemiz bir ağız açsın. Sana kalır bulak dayışlaydı. Nasıl endi? Hayırlı gün barşaga. Manadan aytып atыр, yaxshilikka sonun bärine qo'shilamiz. Baldarimiz baqatli bo'lsin, ming-yillik quda bo'laylik. Ya, buna dan akilvatsizlar, dan tuzimiz yarashgan, ming-yillik quda bo'lib, baldarimiz baqatli bo'lib, shu baldarning orqasida ayliga burungadan da terik tanışıp bilsip atadi. Ming-yillik quda bo'lib, so'rishini olaylik. Amin. Adamlar qutlu bo'lsin taqda ya. Baldarimiz baqatli bo'lsin. Balдар бақытты болсын, тек екі жақтың құдалығы мыңжылдық болып, дәм тұздары жарасқан, тамаша ағайын болып кетіп десек, стакан салып қояйық. Ал кет. Түгіл. Ұстағандар бәрі алып қойсын. Құда басын берейін. Ақмарал. Naga şaman bu. Ана, жаңа үскенен құдалар қарайды, шарада. Larissa. Bir Akkaylar bastağları Akkaylar bastağları Özüngsün takdiri Akkaylar bastağları Ey benim askar dağım Kazakı dastarkanım Özüngsün takdiri ki Özüngsün takdiri ki Akkaylar bastağları Altsan güzel kutu al şalgar elim. Çal geçe deydi var ya. Yentikme деген bir ırım var mı? Bence sıra oldu mu? Sadece altsa doğacak mı? Özü bir şey. Sana Geliyor.
Dışarı. Rahmat. Şimdi de öz vaqtlarini bölüp mana to'xta aytmışlar. Öz vaqtlarini bölüp mana o'zingiz aytganday alış yaqindan yaxshilik degende hurmet deb kelip o'tgan jengelerimiz var, apalarımız var. Mana aytgan payg'ambar жасал asып ketсе de осы bir әулеттің шашбауын көтеріп келіп отқандарға сіздердің ентікпе деп беріп отқандарыңызға рахмат. Сондықтан теңгеміз бар, әзябамыз бар. Ауылдан сонау бірнеше шақырым жерден ағайындықты білдіріп келген ана Мәди ағамның шағырағындағы жеңгей бар. Енді мына Барғаннан кейін ауыз толтырып айту керек. Сізді біз ағайын қылып келдік, 1000 жылдық құда қылып келдік деп, мына екеуіңіздің қайсыңыз бас құда? От жақсы Рамазан құданың досы, құрдасы, Мақсұт құда сізбен Бауыржанды төс қағыстыруымыз керек. Сіз елге барғанда айтасыз, дос, сен енді өмірден өткенше төс қағысқан 1000 жылдық ағайын болып құда болып өткесің. Мен саған сеніп төс қағысып келдім деп құдаң айтады. Сондықтан мына жерді құйттай бүйтіп қайдаттан құданы беріп құйттай қайтадан орнына барады. Ертең құдалықта өздері құдағайыменен, құдасыменен өздері қағысады. Онда өздері қағысады. Қазір тек сізбен құрттай құйттай. Келеді, құда келеді. Құрттай дұрыстары. Құда оң қолыңызбен құдаңызға асатыңыз. Беріп атымыз. Асат дейсіз, асат дейсіз. Енді сен оң қолыңмен құдаңға асат. Сосын қол алысыңдар 3 рет төс қағысамыз. Құда, құда дегенмен құйрық бауыр жегенмен айналайын бұл құстан ай құдасы бар дегенген. Рахмат, міне біздер куә болдық. Енді мына төрдегі құдаларға қарай ағайындар бәріңіз дастархан жаямын орны. Енді осы орында төс қағысқан үшін ұрын көп білмейміз. Жатқан заманым байқалмайды уақыт. Бұл не деген қуаныш, бұл не деген бақыт. Бара жатқан заманым байқалмайды уақыт. Бұл не деген қуаныш, бұл не деген бақыт. Алақанда алақан күлімдей көзің, құшағында қуаныш, қасында сен өзің. Гүлге толы көңілге араласып биге, қолдайды ыстық осы шақ, асықпа сен елге.
саған ешкімге қимаған гүлім, бағыңнан қашпайсың, жаңа өмір бастайсың бүгін. Басыңа бақ құсы қонсын, айналаң жақсыға толсын. Жаратқан сыйлаған жанымның бөлшегі, бақытың баянды болсын. Жанымды қимасты қинай, сыздайды ішіме сыймай. Қош енді қош аман жар болсын жасаған, қолымды бұлғаймын қимай. Сен енді өзгедің алтыным жырқайсың әнін. Отбасың байлығың, отбасың өмірің мәні. Жамандық жат болсын, әрдайым ақ болсын жүзің. Артыңа қарама, бағыңды бағала қызым. Басыңа бақ құсы қонсын, айналаң жақсыға толсын. Жаратқан сыйлаған жанымның бөлшегі, бақытың баянды болсын. Жанымды қимасты қинай, сыздайды ішіме сыймай. Қош енді қош аман жар болсын жасаған, қолымды бұлғаймын қимай. Басыңа бақ құсы қонсын, айналаң жақсыға толсын. Жаратқан сыйлаған жанымның бөлшегі, бақытың баянды болсын. Жанымды қимасты қинай, сыздайды ішіме сыймай. Қош енді қош аман жар болсын жасаған, қолымды бұлғаймын қимай. Жаратқан сыйлаған жанымның бөлшегі, бақытың баянды болсын. Мынау келіннің бетін ашатын, анамызды сізді ортаға шақырамыз. Мынау қасиетті домбыраменен бір қол соғайық, бір шапалақ рәсім. Ал бір қол шемет болса. келін болсаң инабатты. Соғайық, мен мына бауырымның домбырасына бір 2000 теңгені байлаймын. Бірі кетпесін. Ал бір шапалақ ағайын. Мынау бүгінгі жастардың жолы ақ болсын деген ниетпенен ағын ұсынып, ақ тілегін арнайды. Бүгінгі сіздерге ұсынғалы отырған ағымды қабыл алыңыздар. Өмірлеріңіздің алғашқы беті осы ақтай ақ парақтан құралсын. Бір-бірлеріңізге тірек болып, қамқор болып, қуанышқа шүкіршілік ететін парасатты да отбасы болыңыздар. Бақытты болыңыздар. Бөлісіп келіп отырсыздар. Бүгінгі осы сақиналарың сендердің махаббаттарыңның, адалдықтарыңның және бір-біріңе деген ризашылықтарыңның дәлелі деп білемін. Сүйіспеншіліктерің шынайы болсын, қамқорлықтарың биік болсын. Қиналғанда бір-біріңе сүйеніш, қуанғанда бір-біріңе серік болыңдар. Махаббаттарың баянды, өмірлерің ыстық, тәтті болсын. Жаным маған еркелеп, ашылмағайын, сен рұқсат
жақсы. Керемет қол сасқан жұртты ерген мен гүл сезімге бақыт тілеп ағайын. Қайта келіп бір шулап айқайлап, бүгінгі жастарымызды махаббат түріне шығарып салайық. Жастар